Мектептегі оқушының ең басты құралы кітап пен дәптер болатын болса, біздегі ең басты курс осы курс және мәтін редакторы. Өйткені біз жұмыс істейтін файлдардың барлығы мәтін форматында болмақ, сол үшін бізге мәтін редакторы керек. Енді мәтін редакторының әртүрлі нұсқалары бар. Atom, Sublime Text Editor, тіпті компьютерде өздігінен бар блокнотты да қарастыра берсе болады, бірақ та ыңғайлы және ең әсерлісі мен үшін әрі тегіні ол Visual Studio Code. Енді оны біз қазір орнату керекпіз. Ол үшін біз кез келген браузерді ашамыз. Сосын браузерда Visual Studio Code деп жазамыз. Бізде ең бірінші сілтеме пайда болады, ол code.visualstudio.com, соған кіреміз. Сізді мынандай тамаша парақша қарсы алатын болады. Енді мен қазір Linux-ты пайдаланып отырғандықтан менде download for linux.dev форматын ұсынып отыр және download for linux.rpm-ді ұсынып отыр. Бірақ егер сіз Windows пайдаланатын болсаңыз, download for Windows деп шығады, немесе орысша нұсқасын көріп тұрсаңыз, скачать для Windows. Сіз бар болған осыны басасыз. Сізде қазір мына жерде жүктелу басталу керек. Осы жүктеледі. Файл жүктеліп болды. Енді сіз қазір загрузкаға кіресіз. Загрузкаға кірсеңіз, сізде мына жерде код астыңғы сызу бір деген жаңадан файл пайда болды. Соны 2 рет басасыз. Сізде установить, далее деп бағдарламаны орнатасыз. Ол жерде ешқандай қиындығы жоқ. Егер сіз macOS-ті пайдаланатын болсаңыз, яғни MacBook немесе iMac-ты, ол кезде де тура солай болу керек. Ал егер сіз Linux пайдаланатын болсаңыз, онда Linux-та орнатуға болатын командаларын мен осы видеоның астына қалдырып кететін боламын. Енді бізге қазір курсымызда пайдаланатын репозиторий жасау керек. Оны сіз Windows пайдаланатын болсаңыз, рабочий столда тышқанның оң жақ батырмасын басып, создать папку деп жасасаңыз болады. Linux-та өкінішке қарай ондай мүмкіндік болмай тұр. Сол үшін мен былай документсқа кіремін да, документтің ішінде жаңадан папка жасаймын. Яғни жаңадан қалтама new folder деймін да, атын web development 1.0 деп атаймын. Міне біздің репозиторий пайда болды. Енді алдын ала біз HTML деп жаңадан папка жасай салайық. Міне біздің репозиторий пайда болды компьютерімізде. Тіпті мен былай істесем болады екен қазір. Courses дейміз да. Мына жаққа жібере саламыз. Web Development, HTML. Жақсы, пайда болды. Енді осы папканы біз Visual Studio Code'ты ашып көрейік. Ол үшін біз Visual Studio Code'ты өзіміз ашамыз. Сосын сізде мынандай терезе пайда болады. Осы жерде біз Open Folder немесе открыть папку дейміз. Open Folder бізге осылай қай жерде ашу керек екендігін көрсетеді. Courses дейміз. Осы Web Development ашатын болсақ, бізде міне жаңағы жасаған HTML деген папкамыз, және біз қазір Web Development 1.0 репозиторийінің ішінде отырмыз. Келесі видеода HTML арқылы біздің өзіміздің ең алғашқы парақшамызды жасап көреміз. Сол жақта көріскенше.